Үшіншіден ғалымдар айтады, намаз оқымай адамдар ұятсыз адамдар екен дейді. Өте ұятсыз адам екен дейді. Кім намаз оқымаса ұятсыз адам дейді. Неге ұятсыз? Ұялмайды екен дейді. Алла Тағала есін білгеннен бері сондай нығметті оған берді дейді. Оны жарық дүниеге келуді Алла нәсіп етті дейді. Мынау аталық ұрық шыққан кезде дейді, әкенің белінен дейміз ғой. Сол кезде миллиондаған ұрық шығады екен ғой, аталық ұрық. Солардың ішінде Алла біреуін ғана таңдайды дейді. Қалғандардың бәрі қалады дейді ғой жолда. Былайша айтқан кезде осы отырған әрқайсымыздың жанымызда миллиондаған адамдар болған. Алла Тағала мені таңдады, оразағаны таңдады, міне сіздерді таңдады ғой Алла Тағала. Былайша айтқан кезде мына өмірге келген адам, әр адам баласы ол избранный дейді. Таңдалынған адамдар ғана өмірге келеді дейді. Ана мыңнан жүйрік дейді ғой қазақ. Сол мыңнан жүйріктер, миллионнан жүйрік адамдар ғана келді ғой өмірге. Енді келіп алып жүрмеу керек та сағыз шайнап. Миссияңмен айналыспайшы келгеннен кейін. Не үшін келдің сен? Келдіңіз ба, енді бірден келе салып, неме айналысыңыз, өзіңізге бұйырылған тапсырмамен айналыс. Алла нені тапсырды бізге? Балиғат жасқа толған сәттен бастап намаз парыз болды. Қайда барсам онда бар. Алла Тағала Құран кәрімде айтады, қаласаң кәпір бол, қаласаң мұсылман болып кел менің алдыма дейді. Өзің білесің дейді. Алла бізге таңдау ерік берді. Намаз оқысаң оқи бер дейді. Оқымасаң да өзің біл дейді. Ал бірақ ерте менің алдыма келген кезде әңгіме басқаша болады дейді. Оның сұрағы жауабы басқаша болады дейді. Сумма юсалу яума изин анин наим. Біліп қойыңдар, ертең Алланың құзырына келген кезде әрбір нығметтен сұраласыңдар дейді. Қазір күнде бауырлар, Құдай кешірсін ғой, біз сылтау айтуға ешқандай не жоқ. Мен жаңа көрдіңіздер, жылы су дәретхана, жылы мешіт. Ойбай, имамның кім десең, имамдар міне оқып келген, Алла Тағала жүрегіне салып, біреудің баласын оқытып, дайындап қойды алдыңа. Шариғат айтатын сұрайын десең, алдында имам тұр. Оқиыншы десең, үйретеді. Мына солтүстік өңірде бір қызметте болған кезінде бір ақсақал есінде, сол кісі айтады, балам дейді, мен айтады, сендердің замандарың не деген жақсы заман деп әңгіме бастады. Тыңдап отырмын ақсақалды. Жаңа кісі айтады, біз осы намаз үшін дейді уақытысында. Анау кеңес дәуірінде апаң екеуміз анау сиыр бағатын фермаға жұмысқа орналастық дейді, намаз үшін ғана дейді. Екеуміз сиыр сауға барамыз дейді, апаң ертіп аламын дейді, шелегімізді қолымызға алып. Сөйтіп апаң қарап тұрады, мен анау сиырдың ішіне кіріп боқтың арасында жанамазды төсеп намазын оқып аламын дейді. Кейін мен шығып қарап тұрам, апаң оқып алады дейді. Кейін ол сиырдың сауатта қайтамыз екеуміз дейді. Біздің сыртқы көрінісіміз адамдар ойлайды, мына екеуі фермаға барып сиыр сауып келе жатыр деп ойлайды дейді. Мен сол жұмысқа намаз үшін ғана орналасқан едім дейді. Ойлаңызшы. Басқа еш жерде намаз оқуға мүмкіншілік бермейтін бізге сол заман сондай болды дейді. Алла дегендер атылып жатты дейді. Шариғат ұстанғандар халық жауы болып жатты дейді. Құдай жоқ деген атеистер, дарвинизм теориясы, маймылдан жаралғанбыз, бәледен жаралғанбыз, сол нәрсені құйып, сондай нәрсе жүріп жатты дейді. Ал бірақ енді біз түсіндік, біздің адамдық миссиямыз ол емес еді. Адамдық миссиямыз әйтеуір намазыңды оқып, құлшылық жасап, өмірден өтіп кету еді ғой дейді, ана кісі айтады. Ал енді ол заманмен қазір салыстырып қарасаң, бауырлар, кішкене Құдайдан қорқайық. Алла Тағала осындай нағметті берді ма, бұның сұрағы қатты болады. Олардың заманына қарағанда біздің заманның сұрағы қатты болады. Бізден кейінгі ғасырларда да иншалла ұрпақтарымызға жақсы заман нәсіп етсін. Олардың сондай болса, олардың сұрағы бізден де қатты болады онда. Неге? Барған сайын Алла Тағала нығмет есігін ашып тастады. Пайғамбар алейхиссалам сахабаларымен осы намазды емін еркін оқу үшін ғана көшіп кетті Мәдина қаласына. Әйтпесе Меккеде біз сияқты осылай жүрсе бар ғой, пайғамбар көшпейді ол жерден. Расулалла алейхиссалам Меккемен қоштасты ғой, жылап тұрып. Мекке деді, білесің ғой мен сені қандай жақсы көретінімді, отанымды деді. Мынау халқым мені осындай жағдайға жеткізбегенде мен кетпейтін едім деді. Пайғамбар осылай деп айтты. Мен саған қайтадан ораламын деп пайғамбар қалаға осындай сөз айтып, қоштасып Мәдинаға кетіп қалды. Не үшін кетті? Міне осы емін еркін намаз оқу үшін, Алла Тағаланың шариғатын орындау үшін. Енді қазір күнімізде қарасақ, Құдай сақтасын, дінге қысым емес, бәлкім дінге жағдай жасалып жатыр бауырлар. Міне дін оқытамын десеңіз балаңызды дін оқулары бар. Құдайдың берген біреу емес, Аллаға шүкір, отбасыларымызда бірнеше бала шағамыз бар. Солай ғой? Солардың ішінде бауырлар жоқ дегенде біреуін дін жолына беріңіздер. Мен аманат айтайын сіздерге. Бұл аманат. Алла берген бала шағаңдарыма ішіндегі ең несін беріңіздер.
математиканы жақсы есеп шығаратын, миы жұмыс істейтін, беспен оқитын, сол баланы неге беріңіздер? Дін жолына. Иншалла деп айтайын, сол бала ертең сіздің қалған балаларыңызды ертең көзіңіз кеткен кезде сол бала реттеп жүреді бәрін. Анау ағаларында әпкелеріне ақыл айтып жүреді. Құдайдан қорқыңдар. Мыналарың дұрыс емес сендердің. Қойыңдар деп жүреді. Енді оның бәрін мына жаққа оқыта беріп не істейсің? Абай атамыз айтады, өзің итсің дейді. Өзің сияқты иттерді көбейтіп жүргенде не мақсатың бар дейді. Мен сөзім емес, бауырлар, ренжімеңіздер. Абай атамыз айтқан ол, өзің итсің дейді. Өзің сияқты күшіктер несін көбейтіп мақсатың не дейді ол кісі. Көрдіңіз ба? Сол үшін бауырлар, Алла Тағала осындай нығметті берді ма, енді әке ретінде оған біз жауап береміз. Мен қазір мына жерде көріп тұрмын, бірыңғай ер азаматтарды көріп тұрмын да, аман болыңыздар бауырлар. Еліміз тыныш болсын. Алла Тағала біз ер азамат қылып жаратты ма, біз ертең одан сұраламыз. Ертең біздің қатынымыз сұралмайды бұдан. Біз сұраламыз. Әкенің 3 міндеті бар. Әйел адамдық емес, әкенің 3 міндеті бар. Балаға есім қою, екінші шариғатты үйрету, Құдайды таныстыру, таухидты үйрету, намазды үйрету. Үйрету деген сөз өзі үйренген адам ғой ол. Сосын балаға үйретіп жатыр ол. Үшіншісіне енді текті жерден келін алып беру, немесе қыз бала бой жетсе текті жерге ұзатып батаңды бересің болды. Ертең Құдайдың алдында сен әкелік міндетіңді орындаған адам болып табыласың иншалла. Егер ол намаз оқымасаңыз, балаға не үйретесің? Ашығын айтайын, кейде некеге келген кезде жастар калима білмей жатыр. Калима шахад айтыңдар енді, сендер мұсылман екеніне күмәнім жоқ, бірақ мұстахаб болады. Калима айт десем, бір-біріне қарайды, ол не нәрсе дейді. Әкең айтпады ма калима десем, білмеймін ол нәрсе дейді. Сосын ежелейміз. Ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла деп айтып, калима айтқызамыз да жастарға. Сол кезде мен көрді, демек оның ар жағында әкесі намаз оқымайды да онша. Намаз қылған кісілердің балалары сайрап тұрады ғой келген кезде. Келгеннен калима шахадаңыз айтып тұр, бүткіл нәрсені қарайсың, жүріс-тұрысы, сөздің бәрі ерекше де олар. Не отыр? Бұл естігендер жеткізесіңдер ғой. Иә? Алла сіздерге нәсіп етті ме, демек сіздер аңырғандық сұраласыңдар да енді. Олар естіпей қалды ғой.